сабақтарға қатысыңыздар. Сабақтарға қатысу арқылы қазір нені қойып қояйын. Кешірім өтінем. Достар, бүгіннен бастап кешірім диетасын жасайсыздар. Кешірім диетасын жасаған кезде алғашқы 4 күн, 5 күнде түк әсер болмауы мүмкін. Кешірім диетасының результаты қандай болу керек? Кешірім диетасынан кейін әкеміз бар ма, жоқ па, тірі ма, қайтыс болып кетті, не важно. Сол шешемізді ойлаған кезде жүрегімізде сағыныш, махаббат пайда болу керек. Осы состояниеға жеткенше жасау керек. Біз енді күн сайын 70 реттен 7 күн бой жасаймыз ғой, күн сайын 70 рет жасап отырамыз, 7 күн бой. Мысалы үшін, менде 500 рет, 1000 рет жасаған адамдар бар. Әркімге әрқалай. Мен айтайын, жазып алыңыздар. Мен, так, мына жерде жаздым. Анашым, әкешім, мен сіздерді кешірдім, мен сіздерге разымын. Көп адам айтады, мен өзім кешірім сұрағым келіп тұрды. Нет, сіз взрослый адамның позициясымен, мозгты не включаем. Сіз мозгпен, ақылды адамның, олардың не жазығы бар, олар өсірді, қақты, бақты деген оймен. Жоқ, бізге ондай нәрсе керек жоқ, бізге нақты керегі внутренний обидаларды табу керекпіз, внутренний страхтарды табу керекпіз. Біз комплекстарымызда осы жерде шығады, көп нәрсе есімізге түседі. Тупо қағаз аламыз да, жазамыз. Мен сіздерді кешірдім, әкешім, анашым. Мен сіздерді кешірдім, мен сіздерге разымын. Бірінші рет жаздық, екінші рет қайтадан. Әкешім, анашым, мен сіздерді кешірдім, мен сіздерді разымын. Біз бұл техника арқылы ішіміздегі көптеген реніштерден құтыламыз. Көптеген реніштерден құтылсақ, біз басқа адамдарға ренжи беріп тоқтатамыз. Балалық, детский позициядан біз взрослый позицияға өте аламыз. Біз взрослый позицияға өте алмаймыз. Кішкентай бала сияқты ренжіп қаламыз, жылап қаламыз, ұрысып қаламыз. Бұл біреу келсе қолынан бір нәрсе күтіп тұру, маған анам бермей жатыр, маған қарамай жатыр, бұл детская позиция. Барлығымыз жасымыз 40-қа келсе де сол кішкентай баланың позициясында жүреміз. Бізге есею керек. Есею үшін біз мына блоктың бәрін өзіміз. Әркім өз-өзін емдей алады, достар. Әркім өз жарасын өзі емдей алады. Бір Алла тағаланың өзінен басқадан пайда да, зиян да жоқ. Не болса да Аллахтың пәрмені болады, дейді Шакерім Құдайбердіұлының сөзі. Не болса да Алланың пәрмені болады. Сондықтан сіздердің марафонға қатысқандарыңыздың өзі Аллахтың қалауымен болып тұр. Яғни Аллах нені қалап тұр? Сіздердің имандарыңыздың көтерілгенін, сіздердің блоктарыңыздың шешілгенін, сіздердің бақытты болғандарыңыз Аллах қалап тұр. Осы марафонға 3,5 адам ақша төлеп тұрып қатыса алмай қалды. Біз жауып тастадық, қыз болды. Потому что ол адамдарды қоссақ, мына парақша блокқа түседі. Сол үшін енді кейбіреулер жазғандардың ақшасын қайтарып жатырмыз, көбісінің кім екенін де ұқпаймыз. Енді ол адамды табу қиын, қатыса алмай қалды просто. Енді бір нәрсе, мен сіздерге мынандай бір мысал көрсетейінші, енді күлкілеу болса да. Так. Қараңыздар. Мынау су, насос. Қараңыздар. Мына суға, мына кружкаға мен суға суды құю үшін, менде бір қолым занят қой. Мен мынаны не істеймін, мынаны басып қалсам, мынаны басам, қайта басам. Не үшін басам? Суды шығару үшін. Міне, қат басқан кезде барып, 2-3 рет басқан кезде барып, мына су шығайын деді. Төгіліп жатыр, ничего страшного. Бұл не үшін көрсетіп жатырмын? Кешірім диетасын жасағанда, обида деген нәрсе, реніш, қорқыныш, комплекс дегеннің бәрінің түбінде. Көпшілігіміз 3 күн жасадым да, 2 күн үзіп жіберіп қайттан істесем бола ма дейді. 5 күн жасағам өткенде дейді. Өткен түп санаға қатысқанда, соны жалғастырсам бола ма дейді. Мынаны мен качать еткеннен кейін тастап кетіп қалдым. Қайтып келген кезде ол су мына жерге көтеріліп тұра ма? Қайттан түсіп кетеді ол. Бұны мен көтеру үшін до конца доводить етем ғой, үзбеймін ғой арасын. Үзбей качать еткенде су шығады ғой бұдан. Міне, көтеріліп жатыр ғой, көтеріліп жатыр. Сол сияқты жазған сайын ол көтеріледі. Ал енді мен мынаны кетіп қалдым. Қайтып айналып келсем, ортасынан жасамаймын ғой, қайтадан басынан бастаймын.
түсінікті ма? Кешірім диетасына байланысты. Кеше осы суды мен деген әр нәрседе үйде жасаған кезде эксперимент жасап жүргем. Осы суды осылай ана құдықты бүйтіп ана кашайт дейтін едік қой. Бізде де бар ма еді ауыл жерде құдықты шайттап суын шығаратынбыз. Кеше осыны бүйтіп шығып жатқан кезде сол ойыма осы инсайт келді да миыма. Опа, осы мен түсінікті қылып айтайыншы. Өйткені бізде ең көп келетін хат үзіп алдым, арасын жасай бердім. Неше рет жасау керек, неше күн, достар. Алғашқы жасаған күнде де жасағың келмей тұрады. Сопротивление өте қатты болады. Жазып өтеп жүрсеңіз де болады. Өтеп ағыз жүргендеріңіз жақсы. Артынан жинап өтейсіздер ма, жоқ сразу өтеп отырсыздар ма, неважно. Лучше пісетін едік қой, піспей қойдық точно. Артынан жинап өтейсіздер де болады. Әркімдер қалай, біреу 2000 жазады. Мен 7 күн 70 рет жаса жетеді деп категорично айта алмаймын. Өйткені оны өзім толық білмеймін. Айнұр ханым, Алла разы болсын, керемет жан, сізді сүйем дейді. Бізде қырғыз қыздар өте көп қатысып отыр. Кешірім диетасын қане. Әкешім, анашым, мен сіздерді кешірдім, мен сіздерге разымын. Болды. Бір кетті, 2. Әкешім, анашым, мен сіздерді кешірдім, мен сіздерге разымын. Күн сайын, хотя бы 2 рет болсын, арасын үзбеңіздер. Мен өзім қолым босаған сайын жазатым. Самолетта отырғанда постоянно жазып отыратымын. Иман нұры 30 күндік марафонында мен әлі 2 күн сабақ берем, 3 күн сабақ беру керек болған. Сондықтан да достар, Аллах тағала зейіндеріңізді ашсын, имандарыңыз көтерілсін, Аллахтың сүйіктісінен болыңыздар. Бұл өмір сіздің өз қолыңызда. Бүкіл блоктан өзіңіз тазалай аласыз. Бүкіл Аллах сондай сізге ақыл берді, сана берді. Сіз ит емессіз, тарақан емес, мышық емес, осы адамсыз. Ойлай аласыз, сөйлей аласыз. Яғни сіз жер бетіндегі барлық тіршілік иелеріне сіздің әміріңіз жүреді. Сіз адамсыз. Сондықтан да бүкіл комплекстен, проблемадан арылу сіздің қолыңыздан келеді. Бұл өмірді қалағаныңызша сүру ол да қолыңыздан келеді. Оған сізге бар мүмкіндік берілген. Бақытты болуды дәл қазіргі сәттен бастаңыз. Мен шештім, мен бақытты боламын деп шештім. Все болды. Ешкімге тәуелді емеспін, бір Аллаға ғана тәуелдімін, бір Аллаға ғана сенем, бүкіл проблемамды жинаймын да Аллахқа тапсырамын, болды. Аллахым, осы сынақты бердің бе, шешімді өзің тауып бер, болды. Аллах тағала барлықтарыңызға хайырлы білім нәсіп етсін. Қазір мен Айдың парақшасына пост саламын, соған өз пікірлеріңізді жазып қойсаңыздар, мен әлбетте қуанып қаламын. Сіздердің ақшаларыңыздың барлығы садақаға кетіп жатқанын ұмытпаңыздар, яғни біз сіздерге тегін сабақ беріп жатырмыз. Ал енді біздің хақымызға өздеріңіздің тілектеріңізді, ниеттеріңізді жазып қойсаңыздар, біз әлбетте қуанышты боламыз. Алла зейіндеріңізді ашсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Осы марафоншылар үшін, біздер үшін, ұстаздар үшін дұғада болуды ұмытпаңыздар. Қайырлы кеш. Ассалямағалейкум, қымбатты марафоншылар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Марафон ұнап жатыр ма? Айгүл Асқарқызы, Гүлжан. Отбасына көп балалы, 6-7 балалы, әркімнің босағасын